Саламатсыздар ма? Қазір елдің бәрін су басып жатыр ғой. Неге олай, неге су басып жатыр, табиғат неге бұлай құбылып кетті деген сияқты сұрақтар көбейіп жатыр. Неге мен сіздерге айтайын? Өйткені биыл зеленый дракон жылы. Әрбір жыл өзінің жануарына ұқсайды екен. Мен оны 5 жылдан бері зерттеп келе жатырмын. Баяғы заманның адамдары ендігі жыл андай жыл келе жатыр, ендігі жыл мына жануардың жылы келе жатыр деп алдын ала дайындалатын болған. А біз қазіргі заманда қарамаймыз да, қай жыл екенін ұмытып та кетіп жатамыз. Вот 5 жылдан бері қалай сіздер соны түсіну үшін мен айтып өтейін. Например, тышқан жылынан бастап. Тышқан жылынан басталады өзі. Тышқан жылында, например, тышқандар өзінің денесінде қаншама вирусты ұстап жүретін носительдер. Аурудың қаншамасын тасымалдап жүретін жануарлар да. Үңгірлерде тығылып қашып жүретін жануарлардың бірі да. Тышқан жылы тура солай болды. Коронавируспен ауырдық, носитель болып жүрдік, тығылып жүрдік, қашып жүрдік, қамалып отырдық деген сияқты да үйде. Тышқан біткеннен кейін сиыр жыл басталды. Сиыр жыл өте керемет жыл болды, сүтті жыл болды, молшылық жыл болды. Сиырлар көкжайлауда жайылып жүргенде елдің бәрі шетелде, елде бір жыл қамалып, тышқан жылынан қамалып шыққаннан кейін от души демалып бір керемет жыл болды. Одан кейін тигр жыл келді. Тигрдің аурасы өте сильный. Ол әрбір адамға дух береді тигрді. Андай, мен мықтымын, мен күштімін деген еш нәрседен қорықпайтын дух, еш нәрседен қорықпайтын энергия келеді. И әрбір адам өзін көрсетіп кетті да сол кезде. Мен мықтымын деген сияқты. Көбісі соғыс болып кетті, митингке шығып кетті. Әрбір адам бір жеңіске жетем деген мына жерде бір не болды да, андай энергия болды сондай. Сондықтан әрбір тигр жылы көбінесе сол митинг, соғыс болады. Өйткені әрбір адамда дух пайда болады. Тигр біткеннен кейін қоян жылы болды. Қоян жылында бәрі басылып қалды. Артық әңгіме айтуға да қорқып қалды көбісі, сондай жыл болды. Енді қазір зеленый дракон жылы. Биыл зеленый дракон восточный книга бойынша сулардың патшасы, сумен көкте өмір сүретін, суды қатты жақсы көретін мифическое создание. Ол найзағайды жақсы көреді, жаңбырды жақсы көреді екен, и суда өмір сүреді екен. Сондықтан қазір елде жаңбыр жауы көбейеді, су басу көбейеді, өте влажный жәндегі сулы жыл болады. Бір жыл шыдай тұру керек. Енді жыл Құдай қаласа, енді жыл бірақ жылан жылы. Жыланның қай түрі келіп жатқанын қарауымыз керек. Егер су жылан келсе, қайттан су басуы мүмкін. Құрғақшылықта өмір сүретін жылан келсе, құрғақшылық болуы мүмкін. Главный бір-екі жыл шыдасақ, жылқы жылынан бастап керемет жылдар басталады. Жылқы, ары қарай қой, және маймыл, тауық, ит деген сияқты бәрі керемет жылдардың бәрі алда.